Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан айының 3-ші күні, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға жұмсақ ыстықтай өте дәмді пиязынан дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суға 1 шай қасық ашытқыны қосып, тұз салып, ұнды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп салып қажет емес, нанымыз піскен кезде ұны көп болса, қатты болып пісетін болады. Сондықтан барлығын мөлшермен салған дұрыс. Осы пиязданға қажетті заттардың құрамын барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырып қойдым. Әрі қарай 2 ас қасық сұйық майды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған соң бетін жауып, орап қоямыз. Бұл нанның аты пияздан болғандықтан арасына пияздан басқа еш нәрсе қоспаймыз. Пиязды ұсақтап турап аламыз, онымен қоса көк пиязды да ұсақтап тураймыз. Бұл нанның ішінде пияз ғана болғанымен нанымыз жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Үстіне 1 ас қасық сұйық май қосып, дәміне қарай қара бұрыш себеміз, жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз көтерілді, енді аз ғана ұнды сеуіп, қамырды оқтаумен жайып шығамыз. Жайып болған соң ерітілген сары майды нанымыздың үстіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді әрі қарай пиязды салып, қолымызбен жайып шығамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз, себебі ораған кезде қалың болып кетеді. Дәл видеодағыдай 2 қамырды да орап шығамыз. Әрі қарай духовкамызды алдын ала қыздырып, противенге пергамент қағазын төсеп, ұлу тәріздес етіп орап шығамыз. Үстінен қолымызбен ақырындап басып шығамыз. Нанымыз қызарып, әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауыңызша үстіне кунжут сепуге болады. Пияз нанды 180 градуста қызарып піскенше салып аламыз. Міне пиязына қосылған нанымыз пісіп шықты. Нанның иісі деген енді бұрқырап шығып тұр. Өте жұмсақ болып шықты. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөлімінде кері байланыс білдіріп, жазып қойыңыздар.